Жаңа жылдық салаттар рецептімен бөлісемін. Баршаңызға сәлем, құрметті оқырман. Бүгін сіздерге ең дәмді хит салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Арнайы соуспен жасалады. Видеоны өткізбей мұқият қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен піскен етімізді саламыз. Сосын қиярымызды жуып тазартып, керек емес бөлігін алып тастап, видеодағыдай қиғашынан ұзынша ірі көлемде соломка етіп турап дайындап аламыз. Бұл жерде мен 2 дана, яғни 2 үлкен тарелка жасайтын боламын. Көлемін көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Қиғашынан турап алып, жаңағы ет салынған ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте болгар бұрышы қажет болады. Қызыл, жасыл, сары түрін қолдансаңыздар болады. Осылай 3 бұрышты үлкен-үлкен етіп, 4 бұрышты етіп турап барлығын дайындап аламыз. Келесі кезекте қызанақ қажет болады. Қызанақты үлкен көлемде осылай 3 бұрышты 4 бұрышты етіп бөліп аламыз. Черри қызанағы болса, ортасынан бір бөлуге болады. Қалауыңыз бойынша көкпияз және де кинза шөбін қостым. Кинза салатқа жақсы дәм береді, сондықтан міндетті түрде қосыңыздар. Сонымен қатар бір тісше сарымсағымызды алып, үкіштен өткіземіз. Үкіш жоқ болса, кәдімгі пышақтың көмегімен ұсақтап турап салыңыздар. Цинказдың осындай соевый соусын қолдандым. Қоюлау жақсы соевый соус болған дұрыс, салатқа дәмі жақсы келеді. Сосын цинказдың осындай дәмді чили соусы бар. Кішкене дәмі ащырақ. Дүкендерден тапсаңыздар осындай соус қосыңыздар, жоқ болса ащы бұрыш қосуға болады, кәдімгі қызыл бұрыш. Бұл жерде қызыл паприка салдым, жаңа алдында тұз салдым. Енді үстінен сұйық майымызды қыздырып қосамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Барлығын араластырып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойсаңыз, бір-біріне приправасы, соусы сіңіп, өте дәмді болып шығады. Той дастарханына, жиындарға қойсаңыз, ұялмай қоя аласыздар. Өте дәмді және керемет болып шығады. Видеоны лайк басып, төменде комментарий бөлімінде өз пікіріңізді жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де дәл қазір төменде поделиться батырмасын басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңызды сұраймын. Ерекше салаттардың бірі осындай корзинадағы пай салатын жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны өткізбей мұқият қараңыздар және де каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Каналымда өте дәмді, түрлі майонезбен, майонезсіз жасалатын салаттардың рецептін көретін боласыздар. Ең алдымен салатымызды бастайық. Ең бірінші бізге лаваш қажет болады. Лавашты дөңгелек етіп кесіп аласыз, немесе осындай дайын түрі де болады. Сосын үстіне бетіне жұмыртқа жағып, духовкаға 5 минут 10 минутқа 180 градуста қыздырып аласыздар. Қып-қызыл болып, өзі формасын ұстап қататын болады. Келесі кезекте тауық етін осылай арнайы маринадтап қуырып аламыз. Маринадтау жолын сіздерге описание бөліміне төменге жазып қалдырамын. Өте оңай. Келесі кезекте қиярымызды 4 бұрышты етіп турап саламыз. Маринадтаған тауық етімен дәмді болып шығады. Сосын жұмыртқамызды саламыз. Бұл жерде мен 4 жұмыртқаны пайдаландым. Келесі кезекте бізде осындай консервіленген жүгері қажет болады. Мен жарты тұқтысын қолдандым. Сосын майонез, тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен 2 үлкен тарелкаға жасап жатырмын. Егер көп жасайтын болсаңыздар, құрамын көбейте беруге болады. Барлығының мөлшерін описанияға жазам. Осы видеоның астын бассаңыздар, описание деген бөлім ашылады және де түрлі салаттардың рецептін көре аласыздар. Картошка пай дайындау үшін картошканы теркадан өткізіп, қызып тұрған майға қуырып аласыздар. Осылай бетіне шашыратып, жаңағыдай шашып, барлығын толықтай жаңағыдай үйіп дайындайсыздар. Әсемдік үшін жанына кудряшка деп аталатын шөпті қолдандым. Немесе укроп, немесе петрушка шөптерін қолдана беруге болады, қыздар. Салатымыз осымен дайын болды. Ұзақ уақытқа дейін өзінің формасында тұрады және де бетіндегі қытырлақ картинкасы өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар осы видео ұнаса, төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр. Соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, құрбыларыңызға, апаларыңызға жіберіп қойыңызды сұраймын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, ең алғашқы болып барлық рецепттерімді көріп отырасыздар. Баршаңызға ас болсын. Бүгін сіздерге қазіргі кезде хит болып жатқан осындай
қытырлақ баклажанның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей мұқият соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Каналымда өте дәмді салаттардың рецептері бар. Ең алдымен баклажанның сыртқы қабығын ашып, тазалап, жуып, төрт бөлшекке етіп бөліп аламыз. Ол жері видеоға түспей қалыпты. Міне көріп тұрғандарыңыздай үлкен ыдысқа жүгері крахмалына аунатып қойғанмын. Сосын осындай қызанағымызды бөліп, ірі көлемде турап дайындап алдым. Негізі қызанақты баклажанды қуырып болғаннан кейін ғана турасаңыздар болады. Бірақ мен бұл жерде ертерек осылай барлығын турап дайындап алдым. Және де бізге жұмыртқа қажет болады. Мендегі 3 үлкен баклажанға жасап жатырмын. 2 жұмыртқаны жарып, осылай жақсылап араластырамыз. Және де 1 жұмыртқа жарып салсаңыздар да жеткілікті қыздар. Және де үстінен кукуруз крахмалын тағы да аунататын боламыз. Бұл жерде жұмыртқа өзінің формасын ұстап тұрады, яғни баклажанның төрт формасын ұстайды. Және де жүгері крахмалы қытырлақ дәмді етіп қуырылатын болады. Қолдарыңызға перчаткамен араластырсаңыздар да болады. Қызып тұрған майымызға 2 беті толықтай қызарғанша араластыра отыра баклажанымызды қуырып аламыз. Міне осындай қып-қызыл етіп қуыратын боламыз. Қуырылған баклажандарымызды қағаз сүлгіге осылай майын сорғытып, толықтай майын сіңдіріп аламыз қағаз сүлгіге. Сосын барлығын қуырып болғаннан кейін қазір қытырлығын көрсетейін. Осылай қытырлар күшті болып тұрады. Бұл суығаннан кейін де формасын жоғалтпайды. Бұл баклажан салатымызға руккола шөбін қолданамыз. Базарларда, шөп сататын жерлерде сатады. Бағасы аса қымбат емес. Және де ең жақсы пайдалы шөптердің бірі. Осылай төменгі жағына тәрелкемізге төсейміз. Енді қолдың көмегімен жақсылап жаңағы қуырып алған баклажанымыздың барлығын осыған орналастырып шығамыз. Мен үлкен тәрелке, яғни 2 тәрелкеге жасайтын боламын. Бұл жерде қызанағымызды саламыз. Және де үстіне қазір соус құятын боламыз. Қызанақтың черри қызанағы болса, ортасынан тең бөліп немесе дөңгелек күйінде де осылай тәрелкамызға орналастыра беруге болады. Ортасына тағы да әсемдік үшін осы руккола шөбін қосамыз. Және де үстінен бальзамический крем соус деп аталатын соус түрін қолданасыздар. Бұл жерде соусын көбірек қосуға да болады. Сонымен қатар жаңада айтып өтейін, баклажанға крахмал қосардан алдын азғантай тұз қосасыздар, ұмыт кетпеңіздер. Осымен салатымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жаңа жылдық өте дәмді, оңай салатын рецептімен бөлісемін. Ең бірінші каналға тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдымен бізге 3 жұмыртқаны осылай суға қайнатып алдым. Сарысы мен ағын бөлек-бөлек аласыздар. Және де ағуызын осылай соломка етіп тураңыздар. Сарыуызын бөлек алып қалыңыздар. Бұл жерде кішкене сарыуызы кетіп қалды. Бұл жерде 2 стандарт тарелка шығады. Егер көбірек жасайтын болсаңыздар, осы көкөністердің құрамын көбейтесіздер. Сосын балғын қияр қажет болады. Қиярды осылай ұзынша соломка етіп тураңыздар. Қатты ұзынша емес, осылай дөңгелектеп турап алып, қиғашынан турасаңыздар, орташа көлемде болып шығады. Сосын барлығын бір ыдысқа жинаймыз осылай. Келесі кезекте менде ысталған тауық еті. Бұл міндетті емес, кәдімгі суға қайнатылған тауықтың төс етін пайдалануға да болады. Барлығын бірдей етіп соломкалап, ұзыншалап тураймыз. Бұл жерде мен кішкене үлкенірек, қалыңырақ көлемде турап жатырмын. Егер сізге ондай ұнамаса, тауықтың етін жұқалап, жіңішке етіп, солай соломка етіп турап дайындасаңыздар болады. Барлығын турап болғаннан кейін, барлығын жаңағы ыдысымызға жинайтын боламыз. Содан кейін мен айсберг жапырағын қолдандым. Айсберг капустасын егер бұндай жоқ болса, таппасаңыз, салат жапырағын қолдануға болады. Үстіне аздаған тұз салдым, және де майонез саламыз. 3 шай қасық майонез жетеді. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Қасық вилканың немесе қолыңызбен араластыруға да болады. Қатты мұжбайсыздар, кішкене майонезі араласуы қажет. Осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңа жылдық дастарханға, мерекелік дастарханға өте оңай жасалынады, дәмі де керемет болып шығады.
Дәл осы рецептпен стандарт тарелкаға сіздер 2 тарелка салсаңыздар болады. Бұл жерде менде үлкен көлемдегі ағаш ыдыс, сондықтан мен осындай барлығын бірге салып жатырмын. Үстіне жаңағы жұмыртқаның сары уызы қалып кетті ғой, сол сары уызын әсемдік ретінде сеуіп шығасыздар. Және де күнбағыс ретінде гүл сияқты, сондай жайнап тұратын сияқты болу үшін осындай чипсыды қолданамыз. Бұл құтыдағы чипсы. Барлық дүкендерде сатады. Сосын рет-ретімен осылай бірінен кейін бірін орналастырып, арасына кішкене осылай тығыздап, салаттың бетін сәндеп шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де осы видеоны төменде поделиться деген батыр, соны басып WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға жіберіп қойыңыздар. Ас болсын.